Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лаваштан бөрек жасайтын боламыз. Жасалуы өте оңай, таңғы асқа жасасаңыздар керемет болады. Менімен жасап көріңіздер. Бөректің ішіндегі салмасы ірімшік және сүзбе. Ең алдымен лавашты, мендегі дайын лаваш, оны бөліктерге бөліп аламыз. Міне видеода көрсетілгендей менде 4 бұрышты 4 бөлікке бөліп алдым. Видеода көрсетілгенде бірінші осына кішкене қасықпен сүзбені салып, орап шығасыздар. Жабысу үшін су жағып, орап жібересіздер. Екіншісін осындай ірімшіктен соломка қылып турап аласыздар. Бөректі жасауға тек қана сүзбе мен ірімшік емес, басқа да салмаларды салсаңыздар болады. Картошка және саңырауқұлақ түрлі салманы салып жасай бересіздер. Енді бөректерімізді аздаған майға салып қуырып аламыз. Үстінен астынан қарай аударып, екі жағын қызыл етіп қуырып аласыздар. Мінекей видеода көрсетілгендей өте әдемі шығады. Дәмді әрі тез дайын болатын тағам. Осындай лаваштан бөректер жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Әсіресе таңғы асқа жасағанға тез дайындалатын тағам. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар.